Сәлем оқушы, мәтіндік есептер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар, каналға өтіп, қажетті нұсқаны қарауға болады. Ал енді бұл БЖВ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 11-ге тең. Бірінші тапсырмасы кітапта 480 бет бар. Алан бұл кітаптың 16-дан 3 бөлігін оқыды. Алан кітаптың неше бетін оқыды? Кітапта 480 бет бар. Көбейтеміз 16-дан 3-ке. 16 мен 480 екеуі 16 деген санға бөлінеді. Сонда 30-ды көбейтеміз 3-ке, 90 болады. Сонда жауабы Алан кітаптың 90 бетін оқыған екен. Келесі екінші есеп бөлігі бойынша санды анықтап, дұрыс жауаптың астын сызыңыз. 4-тен 3 бөлігі 60-ға тең екен. Ол үшін бөлігі бойынша санды табамыз. 60-ты бөлеміз 4-тен 3-ке. 60-тың өзін жазғаламыз, көбейту 3-тен 4-те боламыз. 60-ты 4-ке көбейтеміз, бөлеміз 3-ке, сонда тең болады 80-ге. Сонда астын сызатын болсақ, мінекей 80. Енді келесі Б тапсырмасы 90-ды бөлеміз 5-тен 3-ке. 90 көбейту 3-тен 5-те боламыз. 90-ды 5-ке көбейтеміз 450, 3-ке бөлетін болсақ 150 болады. Мінекей мынасан болады. Келесі үшінші есеп Мадинада 3 теңге болды. Ол бұл ақшаның 5-тен 1 бөлігін кәмпиттер, 10-нан 3 бөлігін қуыршақ сатып алуға жұмсады. Мадинада қанша ақша қалды? Барлық ақша 3 теңге, кәмпиттерге жұмсалған ақшаны есептейміз. Кәмпиттерге 5-тен 1 бөлігі жұмсалған. 5-тен 1-ге көбейтеміз. 3000-ды 1-ге көбейтіп 5-ке бөлетін болсақ 600 болады. Енді қуыршақ сатып алуға жұмсалған ақшаны есептейміз. 3000 теңгені көбейтеміз 10-нан 3-ке. Ондағы 0 мен 0 қысқаратты. 300-ді көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 1-ге. Енді шығынды есептейміз. Ге 900-ді қосамыз. Тең болады 1500-ге. Қалғанын есептейміз. Ол үшін 3000-нан 1500-ды азайтамыз. Сонда жауабы Мадинада қанша ақша қалды дейді? 1500 теңге қалған. Соңғы есеп бірінші бригада бақшадағы картопты 15 сағатта, ал екінші бригада 12 сағатта жинайды. 5 сағат бірге жұмыс істегеннен кейін бірінші бригада басқа жұмысқа ауыстырылады. Жұмыстан қалған бөлігін екінші бригада қанша уақытта бітіретінін табыңыз. 1 сағатта бақшадағы картопты бірінші бригада 15 сағатта, ал екінші бригада 12 сағатта жинайтын болса, 1 сағатта бірінші бригада 15-тен 1-ін, ал екінші бригада 12-ден 1-ін жинайды. Екеуі бірге 1 сағатта қанша жинайтын табу үшін екеуін қосамыз. Ортақ бөлімге келтіреміз, ортақ бөлімі 60 болады. 60-ды 15-ке бөлеміз, 60-ды 12-ке бөлеміз. Мұнда көбейтіп қосқан кезде 9 болады. Екеуі де 3 деген санға қысқарады, сонда 20-дан 3 болады. Енді 5 сағатта қанша жинайтынын есептейік.
Ол үшін 5-ке көбейтеміз 20-дан 3-ті. Сонда 20-дан 15 болады. Қысқарып 4-тен 3 болады. Енді қалған жұмыс есептейік. Жұмыс жалпы бізде 1 бүтін. Бірден азайтамыз 4-тен 3-ті. 1-ді мұндағы бөлімге сәйкестендіріп 4-тен 4 деп аламыз. Азайтамыз 4-тен 3-ті. Сонда тең болады 4-тен 1-ге. Енді бізге мынадай сұрақ берілген. Жұмыстың қалған бөлігін екінші бригада қанша уақытта бітіретінін табыңыз дейді. Ол үшін қалған жұмысты бөлеміз 12-ден 1-ге. Төрттен 1 көбейтілген 1-ден 12 деп аламыз. 1 мен 1 қысқарады, 12-ні 4-ке бөлеміз, сонда 3 болады. Сонда жауабы екінші бригада 3 сағатта бітіреді. Түсінбеген есептер болса, пікірге жазып қалдыруға болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өзіңнің пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Сау бол.